Бәріңе сәлем достар, сіздерге мен. Бүгінгі сіздерде 1-ші желтоқсанмен құттықтаймын. Иә, достар, бүгінгі біздің қонақта Шырай Азире. Сәлеметсіздер ме? Сізді де бүгінгі 1-ші желтоқсан тұңғыш президент күнімен құттықтаймыз. Рахмет. Сіздердің көңіл күйлеріңіз қалай? Және де сіздерге бір сұрақ қойсам болады. Бір месседж бересіз болады. Осы елбасымыздың қосқан үлесі қандай деп ойлайсыз? Осы сұрақты қойған кезде менің ойыма ең бірінші зияткерлік мектеп және қазақ түрік лицейі есіме түсті. Ол жерде біздің Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлы өзінің білімге үлесін қосты. Ол жерде біздің студенттер мен оқушылар оқу оқып, кейін сол оқудан кейін шетелге өздерінің білімдерін тағы дамытуға бара алады. Ал Азире, сіз қалай ойлайсыз? Мен ең бірінші елбасының елімізге қосқан үлкен үлесін Астана қаласы, яғни Нұрсұлтан қаласына айтар едім. Себебі сол Нұрсұлтан қаласын көркейтуге елбасымыз үлкен үлесін қосты деп айта аламын. Астана қаласы өте әдемі, көрікті қала болып өзгерді. Сол елбасымыздың арқасы деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Сіздер қалай ойлайсыздар? 2017 жылы экспо көрмесі қалай өтті? Әлем бойынша күшті деңгейде өтті деп ойлаймын. Қаншама мыңдаған туристер келді экспоға, біздің көрмені көруге. Және сол арқылы менің ойымша Қазақстандағы қаншама халық көріп, осы экспоға, көрмеге қызығушылық артты. Менің айтарым, осы экспо 2017 көрмесі арқылы елімізге жан-жақтан түрлі туристер келіп, еліміздің әсем қала екенін көрді. Ол елімізге қосқан үлкен үлес деп түсінемін. Шырай, ал сіз өзіңіз бардыңыз ба? Мен экспо көрмесіне шынымды айтсам бармадым, бірақ алдағы уақытта қызығушылығым артып жатыр, барамын міндетті түрде. Және менің айтарым, мен бұлай көрдім интернет желісі арқылы, сыртынан жай ғана көрдім, мне кажется, барлығынан алады. Менің ойымша барлығынан алады деп ойлаймын. Ал сіз ше, сіз де бардыңыз ба? Иә, бардым. Экспо 2017 көрмесі үлкен бір жоба. Көрмеге барғанда өзімді болашақта жүргендей, бірнеше жылда алда жүргендей сезіндім. Ондағы технологиялар, тың технологиялар, ол елімізге алдағы уақытта керек болады деп ойлаймын. Ол жерде су, жел, күн энергиясы қандай пайда беретіні барлығы анық айтылған. Рахмет сіздердің жауаптарыңызға. Сізге де керемет сұхбат үшін рахмет. Сізге көп рахмет. Сізді тағы да тұңғыш президент күнімен құттықтаймыз. Келесі бағдарламада жолығамыз деп ойлаймын. Бүгінгі біздің бағдарлама өте керемет болып шықты. Және де достар, сіздерге бір өтініш айтқым келеді. Сіздер де комментарий жазып кетіңіздерші. 2017 жылы экспо көрмесі қалай өтті?